Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осы вақытқа дейін мені қолдап менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Бүгін сіздермен дәл осындай ерекше, қарапайым тайский салат жасайтын боламыз. Мен сіздерге ерекше рецепт ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Мен өзім дәл осы рецептпен неше жылдан бері жасап жүремін. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Қажет болады балғар боршы, қияр, қызанақ, аскөк, пияз, піскен ет және сарымсақ, тұз, соевый соус және дәл осындай май қолдандым. Дәл осындай марковчаның приправасын қолданатын боламын. Ал сіздер қалаған приправаларыңызды қолданғандарыңыз дұрыс. Біздің бұл салатымыздың ерекшелігі, біз етімізді пісіріп қолданамыз, қуырып алмаймыз. Піскен етімізді әдемілеп, дәл осындай жұқалау етіп, ұсақтап турап алатын боламыз. Еттерімізді турап та алдық, енді ыдысымызға саламыз. Туралған еттің үстінен тұзымызды саламыз. Мен екі түрлі тұз қолдандым. Біреуі корейский тұз, ал екіншісі өзіміздің тұз. Және дәмдеушімізді салдым. Енді сарымсағымызды дәл осылай ұсақтап, майдалап, жұқа етіп турап алатын боламын. Сарымсақты да жақсылап турап алдық. Ал енді етіміздің үстінен жаңағы соевый соусымызды құйып аламыз. Сояны өзіңіздің қалауыңызға қарай көп құйсаңыз болады, немесе аздау құйсаңыз болады. Енді майымызды құйып аламыз. Біздің салатымыздың тағы бір ерекшелігі, піскен етімізді сояға және майға, сарымсақтарға бұқтырып 15 минут алып қоятын боламыз. Ал енді біздің еттеріміз дайындалғанға дейін қалған көкөністерімізді турап алатын боламыз. Қиярымызды ортасынан бөліп, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, ұсақтап турап аламыз, ұзынша етіп. Қиярымызды да жақсылап турап алдық. Енді балғар бұршымызды ең алдымен іштерін тазалап аламыз және ұзынша етіп, жұқа етіп турап алатын боламыз. Дәл осындай видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Балғар бұршымызды да турап алдық, енді қызанақтарымызды турап аламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі қарапайым рецепттердің түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады, және достарыңызбен, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Ал қызанақтарымызды да турап алдық, енді көкөністерімізді турайтын боламыз. Пиязымызды дәл осындай ұзындау етіп тураймыз. Енді аскөгімізді турап аламыз. Турап алдық. Енді жаңағы дайындап қойған соевый соусымызды, етімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Салаттарымызды араластырып жатқан кезде жеңіл-желпі араластыратын боламыз, өйткені біздің қызанақтарымыз езіліп, сулары шығып кетуі мүмкін және өз формасын жоғалтып алуы мүмкін. Салатымыз да дайын болды, енді тәрелкелерге салып, жақындарымыздың алдына тартсақ болады.
Дастарханның көркін ашатын дәмі аузыңызда қалатындай өте ерекше салат болады. Міндетті түрде сіздер де дайындап қонақтарыңыздың алдына тартсаңыздар болады және жақындарыңызды да қуантсаңыздар болады. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және қоңырауша түймешесін басып қойыңыз, сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыздар. Ал достар, сіздерге сәттілік!